Омыртқаға арналған жаттығулар. Авторы Кацудзо Ниши. Егер сізде көптеген аурулар болса, омыртқаңызды емдеңіз деген атақты емші және табиғи емдеудің классигі Кацудзо Ниши. Бұл сөздердің астарында шындық бар. Қазіргі ортадағы әрбір адам, соның ішінде омыртқасы да, денесіне айтарлықтай күш түседі. Бастапқыда олар жұмыста үстел басында отырады, содан кейін қоғамдық көлікпен немесе көлікпен үйге барады, ал үйде кешке теледидардың алдында, диванда немесе креслода отырады. Мұның бәрі әртүрлі омыртқа ауруларының дамуына әкеледі. Бір кездері арқаның қысылуы қарт адамдардың емі болып саналса, бүгінде тіпті жастарда бұл белгілерді сезінуі мүмкін. Ел халқының шамамен 80 арқа ауруынан, радикулиттен және басқа да аурулардан зардап шегеді. Отырықшы өмір салтынан туындаған аурулардан аулақ болу үшін көптеген тәжірибелер жүргізіп, омыртқаның ең күрделі ауруларын емдеген Кацудзо Нишидің кеңесіне құлақ асу маңызды. Алтын балық. Бұл әдістің көмегімен сіз омыртқаңызды, асқазан ішек жолдарының жұмысын және қан ағымын тез қалпына келтіре аласыз. Бастапқыда бұл жаттығу омыртқаларды қайта тұрғызуға көмектеседі. Бұл қан тамырлар мен жүйкелерді босатады. Содан кейін қан ағымы қалыпқа келеді және асқазан ішек жолдарының қозғалысы қалпына келеді. Бұл жаттығуларды күніне 2 рет орындау керек, содан кейін бірден босаңсыту керек. Бұл ауру мен шаршауды басуға көмектеседі. Қажет болған жағдайда, бұл әдісті шығыс гимнастикасының басқа түрлерімен біріктіруге болады. Негізгі сақтық шарасы барлық қозғалыстарды орындау кезінде денеңізге сезімтал және мұқият болу. Егер сізде омыртқаның қатты қисаюы болса, жаттығуларды орындамас бұрын маманмен кеңесу ұсынылады. Сондай-ақ жаттығу үшін берік бет қажет. Бұл қатты диван немесе еден болуы мүмкін. Денені дұрыс бақылауды қамтамасыз ету үшін сырт киім кең болуы керек. Дайындық тегіс, қатты бетке жатыңыз. Қолдарыңызды басыңыздың артына қойып созыңыз. Жамбасыңыз бен өкшеңізді еденге басыңыз және саусақтарыңызды өзіңізге қарай тартыңыз. Бұл сіздің омыртқаңызды 6 секундқа созады. Кезекпен бүйірлерге созыңыз, бұралғандай. Сонымен қатар өкшеңізді алға созып, қолдарыңызды екінші жағына созыңыз. Бұл қалыпта 7 секундқа дейін ұстаңыз. Дәл осындай жаттығуды кезекпен орындаңыз, аяқтарыңызды кезектестіріп, өкшеңізді 2 аяғыңызға созыңыз. Жаттығу техникасы. Бастапқы қалыпқа келіп қатты бетке жатыңыз. Денеңіз еденге басылуы керек. Әрі қарай дірілге ұқсайтын тербелмелі қозғалыстарды бастаңыз. Нәтижесінде, денеңіз балық сияқты бір жағынан екінші жағына бұралуы керек. Барлық қозғалыстар жоғары немесе төмен емес, бүйірге бағытталуы керек. Бастапқыда жаттығуды 1 минут орындаңыз, содан кейін ұзақтығын 3 минутқа дейін арттырыңыз. Бұл жаттығуды бастапқыда орындау қиын болып көрінуі мүмкін. Қиындықтарға тап болсаңыз, жақыныңыздан көмек сұрап, денеңізді дұрыс жерлерде ұстаңыз. Енді сіз алтын балық техникасын қалай орындау керектігін білесіз. Ойларыңыз бен түсініктемелерде бөлісіңіз. Біздің каналға тіркеліңіз және келесі танымдық видеоны өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.